имам Ахмад Ханбали деген кісі кішкене жасы ұлғайған кез. Ол кісінің аты бүкіл мұсылманның елдеріне тарап жатқан кез. Танымайтын мұсылман жоқ имам Ахмадты. Өз тұрған ел қаласынан шығып, екінші бір қалаға қарай сапар шегеді. Сосын сол қаласына жетпей түн батып кетеді жолда. Сол түн батқаннан кейін жолда бөтен бір ауылға кезігеді. Сол ауылға кіріп, түнді сол жерде өткізгісі келеді. Ауылды танымайды ешкімді. Имам Ахмад Ханбали үлкен тақуа ғалым имам. Сол кісі барды да мешітке түнейін деді. Мешіттің ішіне кірген еді. Мешіттің күзетшілері имам Ахмадты шық бұл жерден деді. Танымайды ғой. Имам Ахмад ғалымдардың бәрі қарапайым болған. Ілім көтерілген сайын қарапайым бола бастайды. Міне сол уақытта имам Ахмад өзінің кім екенін таныстырмады оған. Мешіттен шық деді. Мен Алланың үйіндемін ғой дейді. Сонда күзетші айтады, бұл жерге тыйым салынған ұйықтауға. Шық бұл жерден. Имам Ахмад байыппен шығып кетеді. Мешіттің жанына ұйықтайын енді деп, мешіттің қорасының сыртында ұйықтағалы жатқан кезде, күзетші қайтадан келіп, «Ей, айтпадым ба саған? Шық бұл жерден. Мен мешіттің ішінде емес, оның сыртында жатайын деп тұрмын ғой». Бұл имам Ахмадтыға жағындай күзетшінің қатты ашуланған сонда имам Ахмадты көтеріп алып көшенің ортасына апарып тастайды. Дәл осы сәтте мешіттің қасында наубайхана бар еді, нан пісіретін. Сол наубайхананың нан пісіруші Хуббаз дейді, нан пісіруші кісі көріп тұрады осы оқиғаның бәрін. Содан кейін ол да танымайды ғой имам Ахмадты түрінен. Шақырады, «Әй, байғұс шал, мында келші. Менің наубайханама кірші, осында түне». Түсініп тұр ғой, түнейтін жері жоқ. Сонда имам Ахмад Ханбали әлгі наубайхананың ішіне кіреді да, сосын сөйлесіп отырып, әрі ана кісіні бақылап отырады. Әлгі Хуббаз нан пісіруші кісі қамырды илеп жатқан кезде аузы зікірден босамайды. Яғни астағфирулла, альхамдулилля, Аллаху акбар деген сөздерді айтып тұрады. Аузы босамайды. Сол уақытта имам Ахмад сұрайды, «Ей Хуббаз, ей нан пісіруші, осы халіңде қашанға дейін келе жатсың жалғасып» дейді. Яғни сен осындай аузыңды зікірден босатпай қанша уақыттан бері жалғасып келе жатыр дейді. Ана наубайханашы да түсіне қояды имам Ахмадтың не сұрап тұрғанын. Бұл қаншама ұзақ жылдардан бері дейді. Сен жалықпадың ба дейді. Жалықпадың ба? Біз 5 минут немесе жарты сағат үздіксіз астағфиралла сөзін айта аламыз ба? 5 минуттан кейін жалға бастаймыз. Солай ғой. Ал ол кісі ұзақ жылдардан бері жалғасып келе жатыр. Жалықпадың ба десе, наубайханашының жауабын қараңыз. Бұл менің жұтатын ауама айналып кеткен дейді. Жұтатын ауама айналып кеткен Алланы еске алу. Сонда имам Ахмад сұрайды, «Сен осының нәтижесін көрдің ба?» Сонда ол кісінің жауабын қараңыз. «Әлбетте, мен қолымды жайсам болды Аллаға қарай. Бірден қолымды түсірместен жатып дұғам қабыл болады» дейді. «Не сұрайым? Сол сәтте келет маған» дейді. Сонда кішкене тоқтап қалады да, қабағы түсіңкіреп, бірақ бір дұғам бар әлі орындалмай жатқан дейді. Имам Ахмад сұрайды, «Қандай дұға? Қандай дұға Алла тағала орындамай жатқан сенің дұғаңды?» Сонда бүкіл мұсылмандарды пайғамбарымыздың сүннетіне үйретіп жүрген үлкен ұстаз, ғалым имам Ахмадты өмірімнің соңына дейін бір мәрте көрсем екен, я Аллахым деп дұға қылғам дейді. Сол дұғамды әлі орындамай жатыр Аллах тағала дейді. Осыны естіген кезде, «Ха-ху Алла! Міне ол Алла! Міне ол Алла! Мен секілді өзі ілімнің нұрын сыйлаған ғалымды аяғымен сүйретіп, өзінің үйінен шығарып тастап, сен секілді аузы Алланы еске алудан босамайтын қарапайым құлдың алдына кеп лақтырып тастады» дейді. Мен имам Ахмад дейді. Міне құрметті қажылар, қалайша енді біз истиғфарды тоқтатамыз о жерде? Міне сондықтан елде жүрсек те, осында жүрсек те, аузымыз Алланы еске алудан босамау керек.